Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Тарасел және технология колледжінің тарихтан оқытушысы Парман Динара Бақтыбекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемнің ең ірі мұражайлары адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. Сабағымыздың мақсаты әлемнің ең ірі мұражайларын зерттеп, ерекшеліктерін анықтау, әлем халықтарының тарихи мәдени мұрасын зерттеу және сақтап қалудағы мұражайлардың рөлін түсіндіру. Бағалау критерийлері әлемнің ең ірі мұражайларын зерттеп, ерекшеліктерін анықтайды. Әлем халықтарының тарихи мәдени мұрасын зерттеу және сақтап қалудағы мұражайлардың рөлін түсіндіреді. Мұражай тарихта ғылыми мұраларды, дерек ретіндегі ескерткіштерді, өнер туындыларын, құндылықтарды сақтап, жинақтап, ғылыми танымдық қызметті атқаратын мекеме. Олай болса, әлем мұражайларына саяхатымызды бастаймыз. Әлемдегі ең ірі мұражайлар тізімі. Париж қаласында орналасқан Лувр мұражайы, Лондондағы британдық мұражай. Флоренция қаласында орналасқан әйгілі Уффици галереясы, Нью-Йорк қаласында орналасқан Метрополитен, Санкт-Петербург қаласында орналасқан Эрмитаж мұражайы және Токио қаласында орналасқан Токио ұлттық мұражайы. Париж қаласында орналасқан Лувр мұражайының негізгі ғимараты 13 ғасырдағы 2 Августиннің негізгі қамалы болған. Мұражай 1793 жылдың 10 тамызынан бастап жұмыс істеп келеді. Мұражайдың ең белгілі мүсіндері мен картиналары: Леонардо да Винчидің Мона Лиза картинасы, Микеланджелоның Құлдар бейнесі мүсіндері, Рафаэльдің Кастеллоне портреті, 1820 жылы табылған Милостық Венера, 1863 жылы табылған самофракиялық Ника. Мұражайда бұдан бөлек 300 мыңға жуық жәдігер бар. Мұражай есігі сейсенбі күнінен басқа аптаның барлық күнінде ашық. Кіру ақысы 15 евро. Лондон қаласында орналасқан британдық мұражай 1753 жылы негізі қаланды. 1823-1847 жылдары салынып бітті. Сәулетшісі Роберт Смерк. Музейде Британ аралдары, ежелгі Мысыр, Месопотамия, ежелгі Грекия мен көне Римнің мәдени ескерткіштері орналасқан. Музей кітапханасында 7 миллионнан астам кітаптар, 105 мыңдай қолжазбалар, соның ішінде ежелгі Мысыр папирустары да сақталған. Лувр мұражайынан кейінгі туристер ең көп келетін мұражай бұл британдық мұражай. Жылына 5,2 миллион турист келеді екен. Саяхатымыздың келесі аялдамасы Флоренция қаласында орналасқан Уффици галереясы. Ренессанс кезеңінің шарықтау шегінде Тоскана герцогы 1 Казимо Медичидің бұйрығымен тұрғызылған Европадағы ежелгі мұражайлардың бірі. Әлемдегі ең таңдаулы әрі ең үлкен көркем сурет мұражайы Флоренцияның Уффици алаңында орын тепкен. Мұражайдың суреттер коллекциясы Джотто, Симона Мартини, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело және Караваджо сынды әлем мойындаған тұлғалардың туындыларымен толықтырылған. Сондай-ақ Дюрер, Рембрандт және Рубенс секілді неміс, голланд шеберлерінің жұмыстары қойылған. Галереяның басты ерекшелігі ретінде өнер туындыларының тарихи оқиғалар шеңберінде тамашалауға болатынын айтуға болады. Уффици галереясында әлемнің ең қымбат 13 картинасын көре аласыздар. Метрополитен мұражайы. Метрополитен мұражайы ақш-тың ең үлкен көркем сурет қоры. 1870 жылы негізі Нью-Йоркте қаланып, 1872 жылы ашылды. Орталық саябақта орналасқан. Метрополитен мұражай қоры негізінен жеке кісілердің мұражайға сыйлаған жәдігерлері жинақталған. Америкалық кескіндеме мен мүсін өнері, қару-жарақ, ежелгі Египет және грек өнері, ислам өнері, орта ғасыр өнері, музыкалық аспаптар, графюралар мен литографиялар, Европа кескіндемелерін көре аласыздар. 20 ғасыр өнері, кітап мұражайы, балалар мұражайы, костюм институты және тағы басқа бөлімдерден тұрады. Мұражай қоры 400-ден астам экспозициялық бөлмелерге қойылған.
Келесі кезекте Эрмитаж мұражайы. Эрмитаж Ресейдегі және дүние жүзіндегі ең ірі көркем сурет және тарихи-мәдени мұражай болып табылады. Санкт-Петербург қаласында 1764 жылы Екатерина II жеке қоры негізінде ұйымдастырылған. 1852 жылы Эрмитажды көпшіліктің көруіне рұқсат берілді. 20 ғасырдың 20-30 жылдары мұражай қайта жинақталып, экспонат саны арта түсті. Эрмитажда алғашқы қауымдастық құрылыс кезеңіндегі және ежелгі шығыс, яғни ежелгі Мысыр мен Урарту өнерінің туындылары, көне, орта ғасыр өнері ескерткіштері молынан жинақталған. Эрмитаждағы ежелгі Скиф және солтүстік Қара теңіз жағалауынан табылған көне ескерткіштер аса құнды бағаланады. Келесі кезекті Токио ұлттық мұражайына береміз. Токио ұлттық музейі Жапонияның 1,5 ғасырға жуық тарихы бар алып мұражайы болып саналады. Музейдің тарихы 1872 жылы ашылған көрмеден басталады. Сол кездің өзінде көрмені 150 мыңға жуық адам тамашалаған екен. Бастапқы уақытта көрмені дайындап өткізу үшін Мәдениет және Білім министрлігі жағына музей атауымен арнайы мекеме құрылған болатын. Қазіргі уақытта Токио ұлттық музейінің топтамалары 120 мыңға жуық сақтау бірлігін құрайды. Олардың қатарында бейнелеу және қолданбалы өнер туындылары, металдан жасалған бұйымдар, қару-жарақ, әскери сауыт-саймандар, керамика, лакты бұйымдар, маталар, сәулет ескерткіштерінің үлгілері, сондай-ақ археологиялық олжалар, тарихи және этнографиялық материалдар, көптеген тақырыптық басылымдар мен фотоматериалдар бар. Үй тапсырмасы. Бірінші тапсырмамыз. Вендиграмма әдісі бойынша Уффици галереясы мен Токио ұлттық мұражайының ұқсастықтарын табасыздар. Екінші тапсырмамыз. Интернет арқылы түрлі қызықты мұражайлар іздейміз. Солардың ішінен екеуін таңдаймыз. Әрі қарай тізім бойынша анықтама жасап шығамыз. Екі жұлдыз бір тілек әдісі бойынша сабағымызды қорытындыласақ, бүгінгі сабақта сіздерге не ұнады? Қандай ұсыныстарыңыз бар? Бір-екі сөйлемен дәптерлеріңізге жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.